Әлемдегі ең асыл жан ол ана десек, жүрегімізде сүйікті жанға деген махаббат сезімі оянады. Ана бұл аяулы да мейірімді жан. Баланың тілі шыққаннан ақ бірінші сөзін ана деп айтады. Өмірдің есігін ашқан соң осы өмірдегі өзінің жан анаңды көресің. Ана барлық өмірдің бастауы. Адам бойындағы барлық асыл қасиет күннің нұрынан, ананың ақ сүтінен дариды. Ана ұлы адам, ана құдіретті жан. Осы бір ана деген үш әріптің аясында адамзат баласын қуаныш сыйлар қаншалықты қасиет бар десеңізші. Ару ана, ару асыл жар, ару көңілдің гүлі, ару өмірдің жыры. Тіпті айта берсең сөз жетпейді. Әйел бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді деген екен бір ғұлама. Қандай нақты айтылған ой десеңізші. Расында да бар әйел қауымсыз мына әлемді елестету мүмкін емес. Иә, Құдайдан кейін құдірет иесі ана. Мына жарық дүниеге әкелген ана алдында бәріміздің де бас иетініміз сондықтан десек, бүгінде ұрпақ өсірумен қатар ел еңсесінің көтеріле түсуіне өз үлесін қосып келе жатқан қазақ әйелдері қандайды болмасын құрметке лайық. Бүгінде қоғам өмірінің әйелдер араласпайтын саласы жоқ десе болады. Бірі ғалым, бірі саясаткер, енді біреулері дәрігер, кәсіпкер, тізе берсең жалғаса береді. Ең бақытты адам анасы бар адам. Меккеге 7 рет арқалап барсаң да, олардың алдындағы қарызымызды өтей алмаспыз. Өйткені ананың аты қашанда ана болып қала бермек.